оқушыларға тарихи білімдер беру негізінде алдық. Бірлестіктің негізгі мақсаты бірлестік жұмысын жандандыру мақсатында мәжілістің сапалы өтуін назарда ұстау, қаралатын мәселелердің маңыздылығын қарастыру, оқу бағдарламаларына сәйкес әдістемелік ұсыныс кеңестердің жүзеге асырылуын қадағалау, және де ұлы дала тарихын танудан бастап тарихымыздың тереңде жатқанын білім алушыларға түсіндіре отырып, білім сапасын арттыру. Бірлестікте жалпы 7 мұғалім жұмыс атқарады. Оның ішіндегі педагог модератор 4 мұғалім, қалғандарында санаты жоқ. Бірлестіктің мұғалімдерінің жетістіктері Есенбаева Гүлсім Әділжановна да қашықтықтан оқыту кезінде ұстаз тілегі Республика ғылыми әдістемелік орталығының диплом, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталған, және де республикалық тарихи жазбалар блиц турниріне қатысып бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Және де Армиялы Серікқали ұстаз кезет Республикалық ғылыми әдістемелік орталығынан алғыс хатпен марапатталған. Рахимова Гүлмира Абылгазиевна ұйымдастырған мектептердегі туристік өлкетану үйірмелерін ұйымдастырудың ерекшеліктері деген тақырыпта семинар практикумға қатысып сертификат иегері болды. Және де 6-шы А сынып оқушыларын блиц турнирға қатыстырып алғыс хатпен марапатталды. Тұрсын Салтанат Тұрсынқызы Қазақстан тарихы пәнінен аудандық олимпиадаға оқушы Жұбатханова Әселді қатыстырып бірінші орын иегері болды. Және де Қазақстан тарихы пәні бойынша Клевер олимпиадасына қатысып оқушысы Алиев Мура бірінші дәрежелі дипломмен және Макабетер Арайлы бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Батырхан Шыңғыс Сержанұлы Алматы облысының білім басқармасының Жетісу дарынды облыстық дарындық балалар мектебінің талантты жастарды анықтау және қолдау әдістемелік орталығынан басшысы Башаровтан алғыс хат алды, және еңбекші қазақ аудандық білім бөлімінің Аманованың алғыс хатымен марапатталды. Және де осы бірлестіктің жалпы тарихшылары тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған шара бойынша аудан көлемінде челленджге қатысып видео жолдауды Терешкова мектебіне жолдады. Енді және де олимпиаданы неге айтпайсыз, ол үлкен нәтиже. Сіз не оқушыңыз? Бірінші орын айттым оны. Бірінші орын Жұбатханова Әсел бірінші орын иегері болды. Облысқа өтті, бірақ әлі белгісіз результаты. Және де Рахимова Гүлмира Абылгазиевна курс тәжірибедегі рефлексия бойынша жаңағындай жоспарда көрсетілген бағдарлама бойынша мектеп мұғалімдерінің арасында дәріс берді. Және де 2021 жылғы 26 наурыз күні еңбекші қазақ ауданы тарихшыларына Zoom бағдарламасы бойынша мұғалімнің кәсіби шеберлігінің басты кепілі білім сапасы атты вебинар өткізді Рахимова Гүлмира. Енді осы бірлестіктің мұғалімдерінің білім көтеру курстан өткендіктерін айтып кетейін. Есенбаева Гүлсім Әділжановна Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарихы құқық негіздері пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде курсын аяқтады. Яғни Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі өрлеу біліктілік ұлттық орталығының. Тұрсын Салтанат Тұрсынқызы Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы және құқық негіздері пәні бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде курс аяқтады. Алтынбек Гүлсая Русланқызы Қазақстан Республикасының білім мазмұнын жаңарту шеңберінде Қазақстан тарихы мен құқық негіздері пәндері бойынша 80 сағаттық курсты аяқтады. Армиялы Серікқали қашықтықтан оқыту кезінде 9-7-2020 жыл Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында онлайн мектеп арқылы қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру, педагог кадрлардың біліктілігін арттыру білім бағдарламасы бойынша 40 сағат онлайн курсын тамамдады. Және де Қазақстан тарихы мен құқық негіздері пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде курсын аяқтады. Енді баспаға шыққан жаңағы облыстық республикалық ғылыми әдістемелік басылымдарға сабақтарын жариялаған мұғалімдер.
Исенбаева Гүлсім Әділжановна облыстық республикалық ғылыми әдістемелік басылымдарға сабақтарын жариялап, іс тәжірибесімен бөлісті. Жариялаған сабағының тақырыбы «Неліктен Александр Македонский Сақтарова жорығы сәтсіз аяқталды». Жарқын болашақ ғылыми әдістемелік журналына жарияланды. Рахимова Гүлмира Абелгазиевна 26 наурыз күні еңбекші қазақ аудан Тұрсын Салтанат Тұрсынқызы республикалық ғылыми әдістемелік басылымдарға Жарқын болашақ әдістемелік журналына терракота әскері ежелгі Қытай туралы не айта алады тақырыбында қымыжысы жарияланды. Енді 5-ші сынып пен 11-ші сыныптардың аралығындағы жалпы жылдың аяғындағы мониторинг білім сапасының 5-ші сыныптар бойынша жоғары көрсеткіш 54%, 6-ші сыныптар бойынша 97%, 7-ші сыныптар бойынша 54%, 8-ші сыныптар бойынша 84%, 9-ші сыныптар аралығында 83%, 10-ші сыныптар аралығында 95%, 11-ші сыныптар аралығында 85% көрсетіп тұр. Енді келешекте алдымыздағы жылда бұдан да ары қарай атсалысып жұмыс жасап сапаны көтереміз деген